Demek bugün ameli sabahımız birinci teması. Demek kombinatorika bazı bir elementler dep atılады. Endi kombinatorika bu diskret matematikada ötken bolumuz керек. Соны азымыз кайталап алабыз. Сондай bir кийинки темаларда эсаплар болады. Бул kombinatorika элементтер бизге керек болот. Ошон үчүн такаралап алабыз бүгүнчө. Энди сабакта сол базовый элемент болады. Эсап чыгарууда. Kombinatorika не зат эди өзү билемсе? Демек, көплүктүн биздер комбинацияларын эсаплайбыз да, көплүктүн, маселен, группалоо комбинациясы, орналаштыруу деген 3 түрлүү комбинациясы бар. Сону эки схемада көрөбүз. Яни, силер менен демек, со 6 bir формула бар, сону кандай комбинация эсаплайды, соларды эсаплап танышып өтөбүз. Кийин амелий эсаплары бар, вот көрүп чыгабыз. Демек, бизге A көплүгү берилген болсун, n дана элементтер барат. Элементтерин A1, A2, AN көрүнүшүндө белгилеп барайык да. Бул жерде сондай n саны болады, яны m саны болады, кичкентай m саны, n'ден асып кетпей турган. Төмөндө со A көплүгүнөн дәл m дана элементти кандай кылып ажыратып алуу маселелерин карайбыз. Эми ажыратып алганда жанагы комбинациялар 3 түрлүү комбинация ретинде көрөбүз да. Демек, биринчи, демек, такараланбай турган схемада орналаштыруулар саны деп аталуучу формула бул белгиленүүгө A, n, m деп аталады. Белгиленүү бул эсапланууга n факторго бөлүнгөн n - n факториал. Бул n дана элементтен m данадан такараланбай турган орналаштыруулар саны деп аталады. Буга мисалдарын көрүп өтөбүз. Жазып алсаң болот. Маселен, мына апай мисалдарды ауызча айтып кете берсек болот. Орналаштыруу дегенде такараланбай турган орналаштыруулар. Маселен, биздерде санлы көплүк, ямаса бир харфлы көплүк бар деп ойлойк да. Маселен, мындай A, B, S деп, D. Кийин ашу төртөө менен кала коебуз да. Биздин көплүгүбүздө, A деген көплүгүбүздө ушундай 4 элементтер барат. Мына ушундай көплүк бар да. Сонда биздер, маселен, мындай 2 кетекче бар. Соган харфлерди жайгаштырууубуз керек. Кайталанбайтын, яны такараланбайтын. Бул жерде такараланбай аткан кичкентай мына A, B, S деген элементтер тек бирөөдөн коюубуз керек да. Маселен, мынаган A менен B-ны коюубуз мүмкүн да. 2 A бирден болмойт да, экөөнү бир убакта. A менен B болушу мүмкүн, B менен S болушу мүмкүн, S менен D болушу мүмкүн, A менен D болушу мүмкүн. Мен сондай комбинациялар нече болот жами. Яни бул жерде биринчи турган кетек бар, экинчи турган кетек деген нөмір бар да, орналаштырган кезде улардын тартип нөмірі ахметке ээ. Демек, сондай комбинацияда нече болады дегенде бизге маселе коебуз да. Эми ABCдын ордунда башка калеген аркылуу сан, цифр башка затта болушу мүмкүн. Харфлер мисалында көрүп атпыз мына. Демек, такараланбай орналаштырылатын болсок, онда бизде нече комбинация болот ушундай. Маселен, A, B, B, S дегендей. Онда демек такараланбайтын комбинация n дана элементтер саны бул көплүктөгү элементтер санында нече элемент бар. Сону жазабыз. Демек, бизде 4 элемент бар. Бизде нече орунга орналаштырып атпыз? 2 болсо, неге 2 деп коебуз да. Жукардагы формуладагы n менен m'нин ордуна коюп эсеплей коебуз да. Эndi бул формуланын кеп чыгуун жада не көрө бермей коелук, себеби бул лекция сабагына айланып кетет да. Бул биздер формуланын кеп чыгуу эмес, колдонууду не кылышыбыз керек болот да. Теориялык дикар эмес, сол колдонуп билишибиз керек болот. Соның үчүн сулайча кабыл этебиз. Бул затты алдыңкы неде деп өткөнсүз, энди кайталай берүү шарт эмес, тек бир яныс жасап кетем. Демек,
n индексіне тұрып па сол дәрежеге мына жаққа жоғарысына шығарасыз. n факториал еді. Онда мына жерде 4 факториал дейміз да. 4 факториал. Астында n минус m. Яғни 4 минус 2-ның факториалын есептейміз. Факториал деген, есептеп өтіп кетемін, демек бұл осы санға шекем саналардың көбеймесі. Мәселен, 4 факториал деген 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 есептелінеді. Мына жерде 4 минус 2 дегеніміз неше болады? Бірінші сол айырманы есептеп аласыз. 2 бола ма? 2 факториал. 2 факториал 1-ден 1 көбейту 2 болады. 4 факториал 1-ден 4-ге дейін саналар көбеймесі. Демек, жоғарыдағы алматылар екеуінде бірдей саналар қатынасы болған үшін қысқартып 3 көбейту 4 ретінде қалдырсақ болады. Демек, 12 комбинация пайда болады екен бізде. Демек, міне жаңағы типтегі А, Б, С, С, Д деп жазып шығатын болсақ, солар жамы 12 дана болады екен. Сұраулар бар ма? Так, енді давам етеміз. Так, енді мынау демек мына формат түсінікті ғой, иә? Демек, жаңа айтылатын 6 формуладан біреуі да бұл базовый формулалары. Міне сондай типтегі, енді бұл жерде сізге берілетін мысалда А, Б, С, Д деп төртеу қойып, болмаса әріп қойып айтады деп айта алмаймын. Болмағанда бұл орналастыру жаңа комбинациялар есептейміз да, тәкрарланбайтын. Бұл жерде тәкрарланбай айтқан не зат? Бұл жерде көпшіліктің элементтері, мәселен А дедік пе, А-ны 2 мәрте қойған комбинация жоқ бұның ішінде. А, емаса Б, емаса С деген комбинациялар есептелінбейді да. Тек біреуден қойғандағы тәкрарламай қойған комбинацияларда 12 дана болады екен да, мына типтегі. Едлап қаласыз енді, мысаллармен едлап қалың бірді белгілеуменен. Так, кейінгісі енді осы тәкрарланса қандай болады енді? Орналастыру тап сондай, бірақ енді тәкрарлануымен. Неке, соң тоқталып өтеміз енді. N дана элементтен M-нен тәкрарланатын орналастырулар саны. Бұл сол жоқасына, farқы жоқасына штрих қойылады, орналастыру болған үшін, бірақ тәкрарланатын болған үшін жоқасына штрих бар. Бұл N-нің M дәрежесі болады. Мен жоқарыдағы мысалды және істеп көрейік та. Сол жоқарыдағы мысалды демек, А көпілігінде жаңағыдай бізде А, Б, С, Д элементтер болсын деп алайық та, тап сондай. Бірақ енді тәкрарланатын схемада қандай орналастыру болады? Демек, тап сондай екі элемент қоюға болады. Енді бұл жерде А дегендер есептелінеді да, мәселен Адан басталады, кейінгісі А, Б деп. Енді бұда көпілеу болады. Демек, мына тәкрарланатын схема бойынша қоятын болсақ, жоғарысын сызып қоямыз деп, 4-тен 2, яғни 4 элемент бар, 2 оны орналастырамыз. Сол, демек, көріп тұрғансыздай 4-тің квадраты болып кетеді. Болмаса 16, демек, комбинация кеп шығады. Яғни 16 комбинация ішінде не болады? А болады, кейінгісінде А, Б,
Ы, B дегені болады, A, S дегені болады. Сол төрт элементтен максимальный болатұғын демек сол. Яғни тәкарарлап қоятұғын бұл жерде A мен A екі кетекеде бірде жазалдық та, сол үшін тәкарарланатын болып тұрды. Демек бұл орналастыру комбинациясының екі схемада көрдік сондай. Бұған сұраулар бар ма? Түсінікті болады ба? Аламын. Так. Biraz сұрап кете берсеңіз болады, түсінбеген жерлер болса. Так, онда кейінгіге өтеміз енді. Енді группалар саны дегенге өтеміз. Үшінші формуламыз. Группалар саны. Бірінші тәкарарламайтын группалар санынан бастаймыз. Бұл белгілену, сол S әрпімен белгіленеді. Енді community деген сөз бар, английский солардың белгіленуіне алынғанда бұл жерде. Так, бұл жерде енді жоғарыда мәселен біз тәкарарланбайтын орналастыруларды алып едік, иә? Енді бұл жерде группалауды қарап жатырмыз. Группалағанда парқыны екеуінің. Группалап алғанда бұл жерде тәртіп ахметке ие емес. Қайсысы бірінші топта, екінші топта деген ахмет емес. Қайсы элементтер алынып жатыр деген мәселе кетеді. Тап сол жаңағы мәселені қайттан көреміз та бұл жерде. Сол анализдеу үшін әрбір формуланың мәнісін сол төрт элемент алып тұрамыз да, сосын группалап көреміз демек. Группалау дегенде демек төрт элемент бар, екеуден группалаймыз. Неше демек сол группа пайда етеді. Демек бұнда сол жаңағы n факториал бұл төрт элементлер саны, 4 факториал, және нерде 2 факториал болады бұл. Нешеден группалап атқан сам 4 минус 2. Бұл жерде демек m дегеніміз неше орынға деп емес, бұл жерде m-ді неше данадан деп түсінесіз де, группалаған кезде. Сол уақытта демек жоғарыда 4 факториал, астында 2 факториал, және 2 факториал қалады міне. 4 факториалыңыз бірден 4-ке дейін санға көбеймес. Неше болады бұл? 1, 2, 3, 4. 24 тең болады. Астында 2 факториалдар 2 көйту 2 болып, демек 4. 24 бөлінген 4-ке келеді, ямаса бұл 6 болады. 6 не зат болады бұл жерде? Не заттан атады? Демек, мына A деген көпіліктің элементтерін екеуден аламыз, тәкарарламай, соқта кеп шығатын группалар саны. Мәселен, демек, бұлар қайсылар 6-10 жазып шықсаған болады, мен жүзде көп емес екен да. Не А, Б деп бір группа ақсақ болады, ямаса Б, С деп бір группа ақсақ болады, А, С деп бір группа ақсақ болады, А, Д деп бір группа ақсақ болады. Демек, Б, Д деп бір группа ақсақ болады. Д, С деп бір группа ақсақ болады. Демек, шамы 6 болды. Бұда артық емес. Яғни бұл жерде тәкарарланып жоқ, А деген элемент бір группаншы тәкарарланып жоқ. Қараң, алдыңғы бізде орналастырған кезде А, Б, А-ны бірінші қойып, Б-ны екінші қойған орынға, бұл жерде орналастырып едік та, А бірінші түртті, Б екінші түртті. Бұл жерде Б, А деген жерде бір комбинация сыпыланатын еді, бұл жерде бұл комбинация емес. Яғни олардың тұрған орнына қаметке емес. Мәселен, Б, А болып тұрса да, А, Б болып тұрса да, группалаған кезде сол бір екі бір комбинация сыпыланады. Формуладан көрсеңсем болады, мынау n факториал деген болады, оңалмастық комбинациясы болады. Аз айтамын соны. Сол бөліп тастадық та.
Демек, төмендегіше болды. Енді бұған көп мысалдар бар. Өмірлік мәселен, сәлемдесулер саны деген бар да. Мәселен, сәлемдесу деп группаңызда мәселен сәлемдесетін болса, сәлемдесу екі адам ортасында болады. Демек, сол екі адамнан группалап алғандағыдай да, ол екі адам ортасында сәлемдесу бір комбинация сыпылам кететін болса, демек сондай неше комбинация болады. Группасы неше адам бар мәселен? Сіздердің елудей бар, иә? 53 var. Елу үш пе? 43. Қай, 43, иә? 43. 43 адам мәселен кеп қалдыңыз да. Мен бәрін сәлемдесетін шығарсыз, білмедім да. Демек, 43 адам сәлемдесетін болса, онда екеуден группалаймыз да, сол сөйде жамы неше сәлемдесу болады, соны есептеп шықсақ болады екен да, міне. Онда демек 43 факториал бөлінген 2 факториал и мына жерде 43 минус 2-ның факториалы неше болады? 41 факториал болады да. Енді бұл үлкен сан болғанымен әзір қысқарып кетеді. Мәселен 43 факториал деген 1-ден 43-ге дейін сандар көп емес пе? Мынау 41 факториал 1-ден 41-ге дейін. Демек, екеуінде де 41 факториал бар. Қысқартып жіберсек, жоғарыда 42 көбейтілген 43 қалып қояды да. Соны астында 2-ге бөлеміз да. Мына жерге семей қалды енді. 42 көбейту 43 жамасы 21 көбейту 43-ге тең да. Неше болады бұл? 20-ны 43-ге көбейту. 20-ның өзін 860 бола ма? 860-ға 43 тосыз. 903 пе? 903 сәлемдесу болады екен да. 43 адам кеп, әммесі бір-бірімен сәлемдессе, 903 сәлемдесу болады. Так, комбинацияда түсінікті ғой, ә? Демек, бұл тәкірарланбайтын группалаулар комбинациясы еді. Сұраулар жоқ болса, кейінгісіне өтейік. Енді тәкірарланатын қандай болады? Так, ана түсінікті болса, мынаны өшіріп тұрамыз да, енді. Так, не енді тәкірарланатын группалаулар. Енді бұл жерде тәкірарланатын группалаулар мына белгіленуі жоғарысына штрих қоямыз. Сен тәкірарлануы болған үшін n-нің n болады. Ол тәкірарланатынлармен мынандай қатынасқа ие да. Егер сіз мынаны көріп тұрған болсаңыз, мына жоғарыда форманы жақсы түсінген болсаңыз, сонымен байланыстырып кетсек болады. Оның демек элементлер саны n-1 данаға көп деп есепласақ, екеуі эквивалент болып қалады. Так. Бұған қандай мысалдар бар? Тап жаңағы мысалды көреміз. Просто енді шарт басқашалау. Мына шартты көреміз да. Тап сондай мәселен a дегеннен аламыз да. Яғни a бассада дедік пе? Енді мысалы көп негізі просто сілерге бір-бірінен парқы болу үшін бір мысалды, бір көплікті сол төртеуінде де комбинация алсаң, мәселен, парқ етеді ғой, қайсысында көплеу болады, болмаса қайсысында незатлы есептелінеді, соны парқын ажырату үшін осындай апай мысал алып отырмын да. Жұмағанда әрқайсысында әрқилы мысал берген уақытта шалқып кетуіміз мүмкін да. Соның үшін сондай апай мысалдар болады. Енді демек сол төрт элементтен барады көпліктің элементлерін сол екеуден сол қайталанатын қылып группалаймыз да. Соқта бұл не затты аңлатады? Демек, жоғарыдағы неде қайталанбайтын қылып едік. Яғни a мен b, емесі b мен s деп. Енді мына көпліктің ішінде a мен a дегеннен бар, b мен b, s мен s, d мен d дегенлерім есепланып кетеді да. Екеуден группалап аламыз. Яғни бұл жерде тәкірарланып атыпты. Элементтің көптіктегі элементлер саны сол екеуден біреуден артық тәкірарласаңыз сол формулаға келеді. Демек, жоғарыдағы міне төртеуден екі қайталанатын группалау қылдық па? Тап сондай жоғарыдағы формуланы эквивалентіне кеп шығамыз. Демек, n-нің орнында 4 тұртты, m-нің орнында 2 тұртты. Демек, жоғарысында сол 2 тұра береді, астында
Şu ikisini қосамыз да бірді алып қоямыз. Бұны не келіп шығады? S 4-ке 2-ні қостық, 6, мынау 5 бола ма? Бірді алсақ, 5-тен 2 takrorlanmaydigan grup болуы болады да. 5-тен 2 takrorlanmaydigan grup болуы қайтып не қылады? Жоғарыда формуласы бар, міне. Соны қойып жібереміз. Сонда бізде 5-тіні жоғарыға шығарады міне 5 факториал. Астында неде 2 факториал. Мына жерде 5 минус 2-нің факториалы. Демек, есепласаңыз 5 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген еді 3 факториал бар. 3 факториал мен 5 факториал қысқартсақ, жоғарыда 4 көбейту 5 қалады. Астында 2 факториал 2-ге тең. 4 пен 2-ні қысқартсақ, сонда 10 комбинация болады екен бізде жамы. 10 комбинация не зат? Демек, жаңағы ода не затла болады? Қысқаша айтып кетейік. Демек, A менен B бар өрді, A менен A бар. Жоғарыдағы 6-10 санатып қояды, соған A мен A, B мен B, C мен C, D мен D деген комбинациялар және қосылады, 4-өө сонымен 10 болады. Жоғарыдағы мысалды көрген болсаңыз, қатпен өрді 6-10 жазып еге, сондай группалау жаңағы комбинациялар. Так, енді мысалларда енді осы takrorlanатын группалауларға мысаллар келеді. Мәселен, бұл жерде n деген сол мысалларда мынандай келеді, өмірлік мысалларда данасының саны емес, өлі түрінің саны деп есеплеп ойлап сол формула қойсаңыз дұрыс болады да. Мәселен, сізде сіз бір 4 дана бір шар алacaqсыз да. 4 дана шар алacaqсыз. Сол n дана болады да. 4 дана шар алacaqсыз. 6 түрлі шар бар бірақ. Сізді сайлайды оны. 6 қилы, 6 реңлі деп ойладық та. Дұрыс болады соны. Әр реңден, мәселен, бір кемінде 4-өөден бар да, яғни сіз алатұғын, қолыңызда алатұғын 4 шардың бәрі бірдей реңдеде болуы мүмкін. Сізде неше түрлі вариант бар сол, неше түрлі комбинация бар сол шарларды алудың деген сұрау қойса, демек сіз 6 түрлі n-нің орнына 6-ны қоясыз да, шардан 6 дана емес та, 6 түрлі шардан 4-өн группалап алуыңыз керек. Неге орналастырып я басқа зат емес? Себебі қасиетіне қарайсыз да, бұл жерде 6 шардың, демек сол 6 реңінде болсақ, har қайсысынан 4-өді алынса мүмкін, ямаса араластырып 4-өө har қилы реңде болуы мүмкін. 4-өөнің 2-өө бірдей цветте, қалған 2-өө разный цветте болуы мүмкін. Мен сондай жағдайлар болса да, демек сіз 6-тан 4 қайталанатын группаға аласыз. Орналастырудан парқы бұл жерде олардың бірінші тұрған шар, екінші тұрған шар деп алмайсыз да, қолыңызда 4-өө тұрса болды, қайсы реңде екен. Сонда орнына қоясыз. Сонда 6 қосылған 4 минус 1, мына жерде 4 тұрса, S 9-дан 4 болады да. Бұл S 9-дан 4 дегеніміз 9 факториал бөлінген 4 факториал и 5 факториал да. Қысқартып, соны мәселені тауып алсаңыз болады. Есептеуларын енді өзіңізге қалдырамыз да, берілген. Енді мысалларға өтейік жақсы. Конкрет мысал, формулалармен таныс шықтық. Енді бұл жерде орна алмастыру дегенлер бар. Енді ол орна алмастыру даражадай болып қалады. Орналастырудың даражадай болып қалады. Яғни көптіктегі элементтер саны орындар саны тең болып қалуы мүмкін. Сондықтан орналастырасыздар. Мәселе міне бір мысалға тоқтайық. Бізде 1-ден 6-ға шекенге цифрлар берілген. Осы цифрлар жәрдемінде әр түрлі цифрлы, демек А шартында 3 қаналы неше дана сан жазу мүмкін. Демек, мына жерде неше цифр берілген? 6 цифр берілген. Содан 3 қаналы сан нешеуін жазуымызға болады дейді. Олар демек
не болсын деп жатыр? Har түрлі цифрлы деп жатыр. Яғни сіз 123 деген бір үш қаналсын жазуыңыз мүмкін. Бірақ 111 я болмаса 122 дегендей санат жаза алмайсыз. Яғни бір цифрды екі мәрте қайталамауыңыз керек та. Онда қандай болады демек шартымыз? Бұл демек орналастыру болып қалады һәм қайталанбай тұғын. Демек бұл жерде А деген жоғарыдағы орналастыруды қоямыз. Бұл жерде неше цифр бар? 6 цифр бар. 6 цифрды біздер демек неше? Үш орынға қайталанбайтын қылып орналастыратын болсақ, бұл 6 факториал бөлінген 6 минус 3 факториал болады да. Онда 3 факториал мен жоғарыдағы 6 факториалдың ішінде 3 факториал сатса, 4, 5, 6 көп емес қалады да. Ол 120-ға тең. Демек 120 сондай 3 қанал сан жазуға болады мына цифрлардан. Бұл шартында 3 қанал неше дана жұп сан жазу мүмкін дейді. Енді жұп сан болу үшін, демек, оның ақырғы цифрлары сіз білесіз, демек 2, 4 емаса 6 цифрларынан бірі болу керек. Һәм енді егер оларды қоятын болсаң, сен қайталанбау керек, жоғарыдағы түрлі цифрлы деген шарт қалады. Мәселен, сіз неге 2-ні қоятын болсақ, бірінші жағдайда. Онда, демек, сіз неде 5 цифр қалады сізде, 2-ні бірін қойып болмаса уже. Демек, біріншісіне 5 дана имканиятыңыз бар. Енді 6 цифр бар еді ғой. 2-ні апарып қойдық. 5 цифр қалады. Сол 5 цифрдің қалаған бірін қоя аласыз. Егер сіз 2-ні неге қойып болған болсаңыз, 5 цифрдан біреуін қалаған бірін қойған болсаңыз, сонда енді сізде 4 дана цифр имканиятыңыз қалады. Демек, 5 көбейту 4. Осындай жағдай әрбір үшін болады. 4 үшінам, 6 үшінам. Соның үшін демек неде 20 болды ма? Соны 3-ке көбейтіп қоясыз. Сонда жамы 60 дана үш қаналы жұп сан жазуға болады мына 6 цифрдан пайдаланған алда. Так, енді тағы басқа, міне 400-ден үлкен деп атыпты, өзінің шәтлеріне қарап бұлардан істей бересіздер. Шығарылғаны бар, файл сайға тастап беремін. Так. Жаңа 120, 60, болмаса кейінгі дейін жауапларым бар, шығарылғаны бұл. Енді жаңа мысалға ұқсас мысалда, пошта бөліміндегі 6 түрдегі открыткалар бар дейді. Қаридар 6 түрдегі открыткадан, демек 4 дана открытканы неше солда таңлауы мүмкін. Бүйді, демек таңлаулар саны жаңа бағана недей болады да, 6 түрдегі деп жатыр сілеге, 6 дана емес бұл. Демек, сіз 4 дана открытканы сол 6 түрінен тек бір түрінен алынса мүмкін да, демаса бір түрінен 2 дана открытка алып, қалған 2 басқа 2-ден болуы мүмкін. Демек, сол S 6-дан 4 қайталанатын групп болу формуласы болады. Не жаңағы формуласы 126. Енді өз бетінше тапсырмалар бар, ішінде соларды көріп шығайық. Бірінші мысал жаңағы істеген көрсеткен мысалға ұқсас болады. Просто берді 0 деген цифр қосылған. 1-ден 6-ға дейін дейді. Енді үш қаналы сан нешеден жазу мүмкін деп жатыр. Бағана әтті бар қалсақ, енді үш қаналы сан дегеніміз, демек жүздіктер бірінші тұратын саны бар ғой, жүздіктер қанасында. Сол жердегі цифр 0 бола алмайды. Себебі үш қаналы сан болған үшін ол жерде мына басқа 0-ден басқа 6 цифрді қойсақ болады. Қалғанларына қоя берсеңіз болады. Бұл имканиятларын көбейтіп қосып шығасыз әрбірінің. Демек, бірінші қанаға сіз 6 цифр қоя аласыз, екіншісіне демек, өгеде 6-ын қоя аласыз. Себебі ана 6-дан басқа біреу бар, бірақ 0-ді қоя аласыз да. Кейінгісі демек 5 дана болады. 6, 6, 5 деген демек неше болады? 180 дана үш қанал сан жазуға болатын адам.
Жопларым арасында салыстырып көресіздер өзіңіз сынау үшін. Так, енді бұның ішінде енді мынандай есепларым бар. Уақытымыз аз қалды. Соларды істеп көрейік. Мәселен, мына жерде неше үшмешлік бар дейді да. Сұраулар егер математик нелерді көрген болсаң, болуыңыз керек. Не аламыз, бұны санап шығамыз ба? Мындай делаңыз ба? Мына жерде неше үшмешлік бар. Мына үлкен бір үшмешлік көріп тұрса, оның ішіндегі майда үшмешліктер бар. Чатқа жаза берсеңіз болады, берге түсіне алмайтын болсаңыз. Жопларды болмаса пікірлеріңізді. Айта берің, қате болса да ол не бұл шарт емес. Yaxshi, демек бұны есеплау үшін сол жоғарыда комментатор элементтерін пайдаланып кетеміз. Үшмеш бар дейді. Одан көплеу үштен. Пайда ма? Қараң, демек үлкен бір үшмешлік бар міне, мына бір жерден алсаңыз, мына кішкентай жерден алсақ, олам үшмешлік. Мына бір жер алсақ, олам үшмешлік. Мына жерден барып деп былай қайтсағам, олам үшмешлік. Ортадан барып, мына бір ортасынан қайтсам үшмешлік. Мына ортадан барып былай қайтып, ортадан қайтсам үшмешлік. Бәрін есеплап отыр. Мынаның жартысы және үшмешлік. Енді мына жерде төртмешлік, жақсы, олар есеп қалмағанда. Так, yaxshi. Былай есеплаймыз да бұны. Мәселен, мына жерде неше жерде түйін бар. Мынау үшмешліктің, барлық үшмешліктің үші болып тұрды да, мына жеріне. Егер сондай схема келіп қалса. Мына жерде ұлтанлары. Ұлтаны болу үшін демек, ұлтанның екі үші болады да, міне. Мына жерде жамы 20 делінген, 20-дан көплеу болу керек шығар енді. Есеплап көрейік қане. Или yaxshi, вариантларын жазып қойып едім. Дұрыстар болып қалуы мүмкін ішінде. Демек, мына жерде неше жерде кесіліскен мына вертикалы мен горизонталы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 жерде. Екінші сан тап сондай 6 жерде мынандай түйінлер бар. Бұл түйінлер неге саналады? Біз қазір несін айтамыз да? Үшіншісінде мына жерде 6 жерде түйін бар. Так, енді қарайсыз. Мәселен, мына кішкентай жағынан қарайық та бастайық, үш бетінен. Мына 2, демек 6 ноқаттан қалеген 2 ноқатын алайық. Сол біздердің үшмешліктің ұлтанының 2 үші болады деп не қылайық та, соқта мұнда бір не жерде 6 ноқат бар, содан 2-ін группалап алуымыз керек та. Қалеген 2-ін группалап алсақ, сол әрбір үшмешліктің саны болады да. 2-ден группалап алынған недегі ұшлардың саны. Демек, сонда мына жерде S6-дан 2 болады да. Мына жерде S6-дан 2 дана үшмешлік бар үшінде. Мына екінші ортасынан деп санағанда да, өрде де тап сондай үшмешліктер саны шығады. Енді 6 ноқат бар, одан 2-ні алымыз керек, сөйді және нәрде пайда болатын үшмешлік. Үшінші сынағанда да тап сондай S6-дан 2 дана үшмешлік шығады да. Демек, 3 көбейтілген S6-дан 2. S деген формасы қандай еді? Группалау. Демек, 3 тұра берсін. 6 факториал. Астында 2 факториал міне, кейін 6 минус 2-нің факториалы. Неше болады сонда? Ана жерде 4 факториал шығады, 6 факториал қысқарса, жоғарыда 4 көбейту, 5 көбейту 6 қалады. Демек 3 көбейтілген 5 көбейтілген 6-ны, ана жерде 2 факториал 2-ке бөлесілер. Сонда 6-ның 2-сі мен 2 қысқарса 3 қалады. Мұнда 3 көбейту 5 көбейту 3 қалады. Ямасы 9 көбейту 5.
Демек 45 дана үшмешлік бар мына жерде. Санап шықсаңыз 45 дана шығады. Бұл санап шығу шарт емес, жаңағыдай немен есептеу керек болады да. Себебі санап шығу дегенді бір эмпирик методта ол зат мәселен үлкейіп кететін болса, 6 емес, мәселен 100-ге 100 болып тұрды деп ойлаңыз, соның бәрін санап шыға алмайсыз ғой бәрібір. 45 деген жауап айтқанlar бар ма? 20 деп қойыпты, үшеу дейді, үшеу, 16 дейді. Так, мына түсінікті ғой онда, қайтып саналған, Енді енді барқылда сызылма бұндай келе бермеуі мүмкін. Енді басқа сызылмалар да бар. Азыр төмендегінен көреміз. Және сондай үшмештілер бар да. Бізде енді 3 минут уақытымыз қалған екен. Yaxshi бір таныстырып өтіп кетейін. Жолларын неңіз болса айтың. Демек бұл 20-ші мысал болып тұр. 22-ші мысал ма? Мынандай үшмештілік бар мәселен. Бұны қайтып есептейміз. Енді үші екі жақта тұрыпты, бұл жерде және үшмештік тұрыпты. Ортадағы үшмештік емес, нөмірлеу төртмештік та. Бірақ былай деп алатын болса үшмештік. Неден бір үшмештік, және үшмештік, неден және үшмештік. Бірақ бұны жаңағыдай санап шықпайсыз. Бұны жаңағыдай немен аккуратно есептесеңіз болады. Бұған жауапларыңыз не көресіз да. Өз бетінше қалдырып отырмын, бұл затлар өзіңізге ойланып көресіз. Сөйтіп платформаға жүктеп қойсаңыз болады. Мына жерде төртмештіктер санын есептеу керек. Қараңыз, үлкен төртмештік бар, ол вертикал 3 жерден бөлінген, горизонтал 2 жерден бөлінген. Жерде төртмештік былай. Мәселен, неше? 3-ке 4 болса 12 дана шығады деп отырсыз ғой, Өзі бір сонымен 13 деп, бірақ былай бөлінеді да, қараңыз, 11 бөлінеді. 11 төртмештік, ортасындағылар бір және төртмештік. Төртмештік болса болды, бұл жерде параллелограммия басат болшат емес. Мұны санап мәселен бір мейлі санамам шығарсыз да, бірақ сіз немен істеуіңіз керек та, себебі мына үлкейлеу не болып кетсе, формамен есептеуіңіз керек болып қалады да бәрібір. Мұны ойланып көресіз. Демек, бұл жерде этиба беретін затыңыз вертикал нешеу бар. И кесіліскен жерлер нешеу? Вертикал жерде горизонталлары төртмештік жасау үшін қандай шәтлер болу керек, соны есеп қаласыз. Мәселен, неде ноқатларын бәрін алып тұрып, мәселен, 20 ноқаттан 4 деп группалап жібермең. Себебі мәселен, мына жерде бір ноқат болса, мына жерде бір ноқат, басқа бір жерде ноқат болса, бір төртмештік жасамау мүмкін да ол. Мұндай үшмештік бар міне. Жауапларда бар ізінде, салыстырып көресіздер. Біздер 22-дегі жауабымыз неше еді? 45 міне шығып тұрды. Так, уақытымыз шекараланған. Сонымен файл тасталып қоямын, шығарып бір неленіс болса сұрарсыз да. Сұралар болса, мархамат. Сұралар болмаса қош әмеге. Болады, рахмет, сау болың.